бізді емін-еркін кіргізеді, құлшылығымызды өтейміз дейді. Сонда пайғамбар алдына 100 әскерлік әзіреті Әлиді жіберіп отырып, қалған бүкіл сахабалар жол қаруы қанжадан басқа ешбір нәрсе алмаған. Осылайша 2 апталап осы Худайбияға келеді. Мінекей осы жер, мына тұрған мекен сол Худайбия келісімшартының орныққан жері. Пайғамбар 1400 сахабасымен осы жерге келіп орныққанын естіген дінсіздер келіп пайғамбарға былай деп өктем сөйлеп сес көрсетеді. Ей Мұхаммед дейді, Меккенің басқарушы билеуші біздерміз. Сен бұл жылы Меккеге кірмейсің, кері қайт дейді. Ихраммен келіп тұр бәрі. Сонда пайғамбар айтады, біздің ойымыз, мақсатымыз сендермен жауласу, соғысу емес. Құдай үшін құлшылыққа келіп отырмыз. Алланың жолынан тыймаңдар біздерді. Құлшылықтан тыймаңдар. Біз барып ғибадатымызды өтеп кері қайтайық дейді. Сонда әлгі дінсіздер мына соғыста неше рет жеңіліп, алайда алдына келіп тұрғаннан кейін пайғамбарды осылай